Бүгінгі видеода Варден мен Голем, зомби мен Голем және де скелет пен Голем қырылысатын. Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Қазір керек заттарды алып алдым. Енді осы жерге салатын боламын. Көрейік ал. Осындай қылдырып салдым. Ал енді големдерді шығаратын боламын. Жайлап шығарып бастай берейін. Ойына қатып жатыр. 1-2 мен мына жақта білмеймін неше екен көп голем шығардым. Енді 10 Варден vs 100 голем болды. Қырылсайын деп жатыр. Басталды. Мыналар қатып жатыр ма? Кішкене қатып жатыр. Ондай болатын шығар. Бірінші голем кетті. Големдер шабуыл жасауда. Вардендер ұта ма екен? Менің ойымша Варден ұтатын секілді. Ал көрейік, кімдер ұтады екен? Бір Варден уже өлтіріп тастап жатыр. Големдерді өлтіріп тастап жатыр. Ал қалай болады екен? Комментарийге жазып кетіңіздер, кім ұтатынын егер біліп отырсаңыздар. Мен Майнкрафтты жаңадан бастаған ютубермін, бірақ менің ойымша Варден ұтатын секілді. Уже бір Варден өліп қалды ма? Қазір күн қылдырып жіберейін. Қазір күн қылдырып жіберейін. Ажиотаж бола берсін. Нелер ашайын. Әлі ашпасам да уже қырылып жатыр екен. Арт жақтағылар қозғалмайды. Тек алдағылар қозғалып жатыр. Примерно 25% қырылысып жатырған сияқты. 100 големнің 25 големі қырылып жатқан сияқты. Қырылысып. Ана жақта қырылмай жатқандар көп. Мына жақта големдер қырып жатыр. Бәрін қырып жатыр. Жойып жатыр голем Варденнің бәрін. Ал енді көрейік, қайсысы ұтады екен. Мен Варден ұтады деп ойлаған едім, бірақ мен ойлағаннан өзгеше болатын секілді. Големдер бірінен соң бірін қырып, ұрып, жойып жатыр ғой. Ал енді білмеймін, ал меніңше ойым өзгеріп кетті. Голем жеңетін секілді. Големдер 25 големнің, білмеймін, 25 па, 20 ма, 30 ба, сондай шақты големнің өзі барлық 10 Варденді ұтып жатыр. Ана жерде уже 3 Варден қалды. 3 Варден. 2 Варден болды ма? Қазір мен өзім күн қылдырып жіберейінші, дұрыс көрінбей жатыр. Креатив. Болды. Енді мынадан креатив басам. Енді нені басуым керек? Ана хаттың суретін. Сосын анадай осындай сызық шығады. Тайм. Мен ананы жаза алмаймын, әлі үйренген жоқ. Тайм сет дей болды ғой. Бірақ Варден қалыпты. Бірақ Варден қалды. Варден ұтылды. Мен Вардендер ұтады деп басында ойлаған едім, бірақ Вардендер ұтылып қалды. Өлді. Соңғы Варденді голем жеңді. Ал келесі бой зомбилер мен големдер арасында болады. Уже ар жақтарда басталып кеткен екен қырылыс. Мына жақта менің ойымша зомбилер ұтатын сияқты. Себебі зомбилердің нелері, қалай айтсам болады, адамдар, зомбилер көп. Зомбилердің саны көп дегенім. Зомбилердің саны көп, себебі мына жақта жаман қырылыс, түрі жаман қырылыс болып жатырған жоқ. Болып жатырған жоқ. Арт жақта барлығы біреуге жабылып жатыр. Мінекей астымызда
Охо, барлығы жабылды. Өлтірді. Мына аяқта да қандай қырылыс болады? Анерлерді ведома жиырма не істеп жатыр? Бұл аренадағы емес жекпе-жек. Аренада болып жатырған жоқ жекпе-жек. Айтпақшы, мен алдағы уақытта ана каналда бейбостан салып жүрген едім. Екінші бөлімді бірінші бөлімде салатын болдым. Мына жақта қырылыстар болып жатыр. Жоғарыға бәрі көтеріп лақтырып жатыр. Сонда кім ұтты? Големдер ұта міне. Жарайды, бәрібір маған, бірақ мен зомбилер ұтады деп ойлаған едім. Мына жақтарда әлі ешкім қырылып отыр. Мына жерге кішкене зомбилерді шығарып жіберсем екен. Сол кезде қырыла ма екен? Кішкене зомбилерді шығарып жіберейінші. Сол кезде қырылатын сияқты. Охо, осы копье ұстап алған. Копьемен кім қырылады? Комментарийға плюс қалдырып кеттіңдер. Мен қырыла алмаймын. Сол үшін мен сияқты қырыла алмайтындар анадай немен найзамен онда минус қалдырып кетіңдер. Ал енді аяқта големдер бәрін ұтып жатыр. Сонша големдер хпсы неше екен? Големдерді хпсын білетін болсаңдар, комментарийға жазып кетіңдер. Ал енді бірақ големдерді де өлтіріп жатыр екен. Ал енді мына жаққа қатып қалды ғой. Ал енді скелетпен кім төбелесетін болады? Скелетпен голем қырылысатын болады. Кеттік ал. Сүйек деп жазсам қалай болады екен? Шыға ма? Сүйек деп жазсам. Жоқ, сүйек деп жазсам шықпайды екен. Не деп жазайын? Скелет деп жазайыншы. Скелет. Болгар тілі дейді. Міне. Мынау скелет кәдімгі. Мынау жылқы скелет. Анадай скелет қой. Ана қап-қара бас тұрған. Осын таңдайым. Ал енді кеттім. Бірінші големдерді мына жаққа шығарып алайын. Таймсет. Бәрібір негізі осылай жасай берейін. Кеттік ал мына жаққа қырылысатын болады. Бірінші големдерді толтырып шығарып алу керек. Ана жерде жаңа арена көрініп тұр. Големдерді толтырып шығарып алайын. Нешеу шығып жатыр. Ал жарайды, кеттік ендеше. Мен мына жақта скелеттерді де шығарып болдым. Көріп отқан шығарсыздар, өтіп кетіп жатыр. Бірақ бәрібір ештеңе емес. Қырылып жатыр. Түрі жаман қырылыс болып жатыр. Бір-бірін өлтіріп аямай жатыр. Жаңа зомбилермен бұндай қырылыс болмаған еді. Скелеттерді сразу өлтіріп тастады ғой. Сразу бәрін қырып тастады. Ал жарайды, онда осымен видео аяқталды. Қазір әппақ қылдырып алайын. Жарық қылдыр. Тасташы. Осымен видео аяқталды. Сау болыңыздар. Комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Осымен видео аяқталды.